Бүгін сендер сурет салайын деп отырсыңдар ма? Иә. Өз есімдеріңді айта кетіңдер. Бірінші мынау қызыл көйлек, қызыл спортивкадегі бала. Жарайды, ендеше сендер суреттерін бастайындар, ал мен бағалайтын болам. Келістік пе? Кез келген сурет салыңдар, бастысы әдемі болып шығу керек. Түсіндіңдер ме? Ал мен бағалаймын соны. Өздеріңе таңдап алыңдар осы жердегі суреттерді. Ал мен түсіндірімді жалғастырып жатырмын, ал сендер сурет салуды жалғастырыңдар, жарай ма? Уақыт өз мәресіне жетуде. Қазір кімнің суреті ең жақсы шыққан сендерге көрсететін боламын. Нұрбектікі ме, әлде Ғаламаттікі ме? Бірінші боп Нұрбек бітті, суретін көрейік. Ал Нұрбек, сен ненің суретін салдың? Маса? Қай жерден алдың бұл суретті? Ол қай жерде? Нұрбек мына масаның суретін алыпты, мына жерге салған. Енді Ғаламаттың суретін көрейік, содан кейін кімнің суреті ең әдемі екенін сол кезде айтатын боламын. Ғаламат екінші болып бітті, енді оның суретін көруге кеттік. Ғаламат, сен ненің суретін салдың? Түлкінің. Түлкінің суретін? Қай жерден алдың? Екінші суреттен. Ғаламат түлкінің суретін алыпты. Енді екеулерінің де суреттеріңді мұнда әкеңдер. Бірінші болып Нұрбек бітті, сондықтан Нұрбектің суретін бірінші қояйық. Масаның суреті. Ал екінші болып Ғаламат бітті, Ғаламат суретіңді әкел. Кімдікі әдемі екен? Бірінші болып салған Нұрбектікі ме, әлде екінші болып біткен Ғаламаттың суреті ме? Кімдікі әдемі? Екіншісікі. Нұрбектікі ұқсастау екен, сондықтан бірінші орында Нұрбекке береміз. Ал Ғаламаттікі мүлде суреті түлкіге ұқсамағандықтан екінші орынды береміз. Дұрыс шешім бе? Өздеріңіз қабылдайсыздар.